Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен грек салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен барлық көкөністерді турап аламыз. Алдымен қиярды тураймыз. Болгар бұрышын ұзынша етіп турап шығамыз. Одан соң қызыл пиязды және қызанақты турап дайындап аламыз. Ыдысқа туралған қияр, қызанақ, болгар бұрышын және пиязды саламыз. Бөлек ыдысқа зәйтүн майын немесе сұйық майды құйып, оған тұз, бұрыш және лимон шырынын қосамыз, жақсылап араластырамыз. Туралған көкөністердің үстіне майды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа салат жапырақтарын қойып, үстіне салатты саламыз. Бетіне осындай фетакса немесе брынза қоссаңыздар болады. Қалауыңыз бойынша маслины қосуға болады. Біздің салатымыз дайын.